Devam etemiz. Күнлер кечмекте, яны келген күнлер біріні езе, дигеріні қуандыра, Қызылташта аят ве вақыт сез солық чықармайып кечелер. Киразлар пішмеге башлағанынен көйде руслар пейда олып башладылар. Бір ақшам ұсту батталының Энвері арабасынен тарладан қайтайды. Ашағыда бақчасының алчақ исары янында көзлеріне үч адам илішті. Энвер тоқтады. Ичінден хафиф бір тітреме кечті, көзлері парылдады. Сасық руслар бізім күмесінің қорасыны кеселер ғалиба деп тұшынды. Атыны евге бұрмақ еріне сағға бұрды. Бекірнің евіне кеткен yolға тұрмашты, кестірме сырықлары огыне келіп тоқтады. Бекір дайы, ей Бекір дайы. Софаға Есма шықты. Кычырма, не олды? Дайым қайда? Ичеріде мендерге күтік киба авдарылып юқлай, уятайым мы? Йоқ, атыны сізін кестірмеңізге бағлайым, ішім чықты огыне. Біраз печен ташланыз, мен ярым сааттен келірім. Яқшы, мен атыңа мұқай толырым. Энвер арабасындан атлап тұшты, адымларыны кең ташлап шассеге енді, башыны көтерді, бірда евіне бақты. Руслар тұрған ерлерінде тұра еділер. Энвер шассенің сол тарафына кечті, егіліп текенлерінің ешіл чалыларының янындан чапып кетті, евіне чыққан йоқушқа тырмашмаға башлады. Энвер эм чапа, эмде ара-сыра чалыларының артына гизленіп русларны көзетті. Көпегінің сесіні эшітмегенінден ачулана, урумчық, русларны көріп деп пысып отырасын, қабырғаларыңны қырарым деп евіне тараф чапмақны девам етті. Неайет бақча исарына барып етті, тіс чөкті. Русларның бірі исарға яқынлашып, эке елі исарда башыны артқа чевіріп, яваш бір сестен арқардашларына бір шейлер айтайды. Энвер атла рус, атла азбарға деп мырылданды, дорт аяқлап исар бойлап кетті, эпейі юксекте таву күмесі янында тоқтады. Аледа пысып отыра башыны көтерді, исар артында көпегіні қыдырды. Күмеске бағланған көпек құрсағы үстіне узанған, башыны оқ аяқлары арасына көмген, татлы-татлы юқламақта. Земіне орталықта көрінмей, үч рус насыл тұрған олсалар шайды тұралар. Ақырының артына жа ачық қапысына бақалар. Азбар бош, орталық чымчырт. Энвер, явурның көпегі деп мұдырданды. Мен сені юқласын деп бақтым мы? Тоқта сен тоқта, уятырым мен сені, көстерірім саңа дүнияның қачбұжақ олғаныны. Шуань, русларының бірі алчақ исардан ичері атлады, бостан четінде тұрды, орталықны көзден кечірді. Көзлері юқлаған көпекте аяқ ұжыларына баса-баса ақырға тараф адымлады. Энвер бірден исардан атлап азбарға түшті. Урумчық сені кафир көпегі. Урумчық түшінде қырсыз көре еді ғалиба, аджы афырып ерінден атылып тұрды, русларына абайламады. Энверні көріп еріне отырды, афырара құйрығыны саламаға башлады. Урумчық тут русны. Урумчық русларына анжақ шу вақыт абайлады, бір әнде огге атылды, демір зінжіріні шақырдатты, авада яй кебу узанды. Огде бостанның ортасында тұрған ұзын бойлы, кеміклі қазақ қалпақлы рус шашмалады, неге орағанына аңламады. Энвер афырып құтырған көпегінің зінжіріні чекеркен, рус бірден қашмаға башлады, амма ұзаққа кетіп оламады. Аяғы қияр оркеніне илішті, гурс етіп ерге иқылды. Зінжіріндан құртылған урумчық өйледе бір суратнен чапайды ке, суратыны эксілтамайып, русның үстінден учып кетті. Көкрегінің астына қатланған аяқлары ерге тиіп етішмеді, башы үстіне иқылды. Аджы афырып юварланды, ерінден атылып тұрды. Бір ань арт аяқларынан ер тұрмалады. Аваға топрақ, япрақ ве от савырды. Бар құветінен енді аяққа тұрған русның үстіне атлады. Рус сүрініп, сүрекленіп, дорт аяқлап анжақ исарға яқынлаша білді. Кене аяққа тұрды, салланды, күбре толы бір чуал кебі ерге серілді. Урумчық семіз тенінде ен етлі, ен лезетлі еріні бұлған кебі кесік қопық сеслер чықарарақ русның бажақларыны чайнай еді. Балконда земіне кеді кебі топланарақ пысып отыра. Энвер күмесінің янында айлар девамында угреткен рум көпегінің афырмасына қуаныр кебі дінлей еді. Құлақларына көпекінің сесінен берабер русның құртар деген сесі ерішкенінен Энвер чапып барып көпекіні қапқачылады. Рус тізлері үстінде тұрып башыны көтерді. Көпек аля да серт афыра сайыбның елерінден құртылмақ істей.
Русның элleri авада, сых-сых нефес алып эп ялвара, теслим олдым, истегенini яп, истесен ольдыр. Тек көпегіңні еберме. Ну, браво, ты, казак, герой. Нет, ради бога. Тур ерінден, рус ерінден турды. Энвер серд бір сеснен емерете. Дефол, марш! Рус башыны саллап тешеккүр білдірді, топаллай Исарға тұрмашты, Исарның обыр тарафына келіп саллана кетті. Чалылар арасында көзден ғайып болды. Земине балкондан түшті, Энвер башыны көтермейіп сорады. Юқлай едіңмі? Жоқ, ев артында бақчада едім. Энвер көпекні табуқ көмесіне бағлады, қарысына бақмайып кетті. Аш азыр, Энвер. Бірақ шымды бұ емекні жаным қозғады. Тоқтап Земинеге айланып, бүгінден соңра тарлада ішін жоқ, евде отыр, аңладың мы? Аңладым. Мен Бекернің евіне кетем, ат араба анда. Чоқ игленмем. Энвер доздоғыры Бекернің евіне кетті. Күнеш Романқошның үстіне көкнің четіні қой қырмызыға бояп, яйля артына чекіліп батты. Ұзақ тарлалар башына есмері көлгелерге бұрыне, көйсе кеткен сайын еп жанлана. Чиленгир де тарласындан евіне қайтмақта. Арабаны Селим айдай, Чиленгир тазеве қоқылы отларының үстінде арқа үсті ятқан Селимнің Ялта мектебінде оқымақ істегеніні түшінеді. Чиленгир бұақта сабадан берлі түшінеді. Селим бұл істекні бабасына айтқан вақытта Чиленгир бір шей айтмады. Бұндан долайы ичі шымдыра адде келеді. Селим, деді Чиленгир. Селим ешітмеді. Селим, не бар баба? Тоқта. Селим атының телбевлеріні чекті, араба тоқтады. Селим чевірліп бабасына бақты. Сенде шейтан туyu бар Жинабет, бір ерде ичде отырмайсың, деді Чиленгир. Отырдым да? Айда атыны дырдырлап отырма, ерімден тұрсам башыңны парларым. Не үшін, баба? Улан тіліңні суырырым, айда дедім атыны. Яқшы, баба. Селим сесіні чықармайып телбевлеріні көтерді, атының сыртына ұрды. Атогге узанды, көпчеклер астында құру yolda ташчықлар тішлер арасында қырылған фындықлар кебі ғычырдадылар, араба әрекет етті. Чиленгир өксірді, түтеп тұрған түтініні чарығына басып сондырды, текрар арқасы үстіне ятты. Алтын кебі балая. Кім білсін, белки доғыра айтадыр. Молла Эрежеп де оқымыш, элезилеріні дінлеп дудақларымызны ялап еремізде отырамыз. Оқымыш адам ғалиба керек бізге. Атның біріні сатар да баланы оқытсам. Селим арабаны қаршы малиге шыққан yolға чевермеден евел атның телбевлеріні чекті, араба тоқтады. Селим бабасына чевіріліп, жанлы бір сесінен, «Ей, баба, Бекер емжемнің евіне бақсаңыз», деді. Чиленгир қыбырдамады. «Ей, баба, дырдырлап отырман, Бекернің евіні ичде көрмедің ме жоқса?» Керчектен де Бекернің азбарында ат ве араба бар еді. Охо! Бекер ат алған бақса, кімден алды екен ажыба? Бұ қадар вақыттан берлі тіліні тішіне бағлап бір шей айтмады. Белки мен сатар едім. Чиленгир ерінден тұрды, арабадан атлап түшті. Сен доғыры евге кет, мен барып бақайым, насыл ат екен о, деді ве Бекернің евіне доғыры кетті. Фақат да кестірмеге барып етмеген еді, ат ве араба Энвернің ат арабасы олғанını аңлады ве Йоқушқа тырмашқан оғлына бақты. Менде Селимнің сөзіне қандым. 200 адым авлақтаки атны танымаған бала мектепте оқия білер ма? Деп тұшынды. Селимнің зекасындан шүбеленді. Чиленгир кестірмеге бағлы атқа бірді абақты. Сағда, солда Энверні қыдырды. Энвер жоқ еді. Esma Enverге қабеп шыри ғалиба. Кестірмеге Насредин Оджаки бы яқынлашайым. Белки евден бір чықарда мені де давет етер. Ағызымны қавенен біраз сылатырым. Дудақларыны ялап, кестірбен сырықлары янында тоқтады. Бекер, қайдасың шу? Ақырдан Esma шықты. Хош келдің, бұйыр Чиленгир аға. Ұзақтан арабаны көрдім де. Бізім ат арабамыз мемешінің дересіне ярады. Ат бізде не жойған я? Екісі де Энвернің. Бекер қайда? Мендер үстінде күтікке бұята, ичереге кірмейсің ме? Esma сөзіні бітірмеден софада Бекер көрінді. Апай, андай ейгел кебі тұрма, бізге қаве пішір.
Бекир софадан еніп, кестірме сырықларына тараф адымлады. «Хош Сефа келдің, бұйыр» деп еп адымлады ве «Қаве пішір дедім» деп текрарлады. Чиленгир азбарға кірді. «Бірақ жаным, қавенің сырасымы? Uzaqtan atını korup satın alğandırsın деп беледім, бақмаға келдім». «Мен satın alğanım mı?» «Enver'ninki». Бекир явашлады ағыр бір сеснен. Екісі де Enver'nin. Ат да, арабада. Бірқач ат бар еді. Бір-екі дәнесіне мініп бақтым, айванлар фена дегеледілер. Bir дәнесini бегендім, 6 yaşında bir at, tamam Remzi'nin çalgülberleri. Fiyatını soradım, öyle bir fiyat aytты ki herif, yerge yıkıla yazdım dedi. Pahalı mı? Nasreddin Hoca'nın fiyatı, atқа mingenime şükür etip qayttım. Чиленгир мıyıklarını burdu, көзлері parıldadı. Pahalı dese. Yanına barılmay. Keçinde Enver keldi, Georgiy'nin yaxşı bir aygırı бар, satılıq, dedi. Рум Georgiy'nin mi? Evet. Бұғасы яқшы, айғыры да яқшыдыр деп бардым. Не яқшы, не де ярамай. Айванның ағызына бақтым, тізлеріні сықтым, мініп бақтым. Кеміклері ерінде. Эксігі жоқ, не яқшы, не де ярамай. Біз де атнен жекке кетежек дегілміз, я. Тарлаға күбірет ашымақ, дағдан одын ендірмек үшін естерміз атны. Georgiy'nin аты bizim rahmetli atlarının tırnağına yaramaz ama işime yarar деп düşündüm, fiyatını soradım, felaket. Pahalı mı? Bekir elini saladı, sorama. Attan vazgeçtim, eşek tapsam kuyruğunu öpeceğim. Allah'ıma şükür edeceğim. Çilengir mıyıklarını burdu, dudaklarında peyda olgan kuvançını Bekir'den gizlemek için şassege baktı. Aşağıda Enver adımlarını keyin taşlap Bekir'nin evine taraf keledi. İşte Enver, kaydan kele? Bilmeyim, işim бар деп кеткен еді демін. Enver incir terekleri astından çıkar çıkmaz Bekir seslendi. Kaydan kelesin ya Enver? Enver cevap vermedi. Senin köpegin demin pek afırdı, adamını yuhlatmadı. Senin evinde ne var ya? Enver azbarga kirdi. Bir şey olmadı. Niçin öyle deysin? Köpegin koyunu yutacak gibi afırdı, meni de uyandırdı. Berber Hasan'ın gögercinleri kelip bizim azbarga konalar. Tavukların yemini aşaylar, urumçıkta işte buna afıra. Desene tavuklarını koruy. Lakin gögercinge o kadar acı afırmağa ne acet var? Bilmeyim. Akşam şerifleriniz mübarek olsun Çilengir ağa. Haydi Esma teyzen kahve pişirdi, içeriye kireyik. Enver atının başı ucundaki otlarını topladı, arabaga attı, telbevlerini eline aldı. Eşitmedin mi aytkanlarımны? Sağ ol, var ol Bekirdayi vaqt. Ulan bıraksa şunu açulatma meni. Üçüde evge kirdiler. Kahve içerken Çilengir em Bekirni dinley, em de düşüneydi. Yarın ara tapıp birkaç adamga paraga ihtiyacım var. Atlarımның birisini satmasam olmayacak dep aytırım. Bu laf Bekir'nin kulağına kelip tiyer. Belki menimle anlaşıp olur. Menim atım Georgiy'nin atından yaxşıdır. Ivan Bekir'nin evinden ketkenine bir ay oldu. Kayda ketkenini kimse bilmeydi. Bu bir ay içinde Esma Erkun Ayşe'ni bekledi. Fakat Ayşe babasının evine gelmedi. Esma birkaç kere Seydali'nin evine barıp Ayşe'ni kenarga çekip ağlay yalvargan idi. Ayşe anasını dinley, anasının betine baka ama onun yanaklarından tığırıp düşken koz yaşlarını görmey, onun "Kel kızım, kel" dep yalvaruvlarına cevap vermeydi. Baban seni bekley, maçık bugün yarın buzavlayacak. Ivan ketti dep yalvaraydı anası. Ivan'ın adını eşitir eşitmez Ayşe'nin beti közleri birden bulutlana, betini ellerinin kapatıp anasından, kaynatasının evinden, koyden kaça, bütün kun kelin hayanın yanında dolana, karanlık çökkende sarargan, süzülgen, saçları dağınık, mezardan çıkan sıma gibi Seydali'nin evine kayta, odasına kapana, pencere yanında set üstünde oturup dışarıdaki tilsiz karanlıklarga baka. Ayşe çoktandır yanıp küye.
Ama yanıgını endi yüreginde saklap olamaydı. Yanıkны içinde saklaya bilmek için bir kuvvet gerek edi. Ayşe'de ise bu kuvvet yavaş yavaş bitti. Ayşe Remzi'ni bile unutaydı. İçi kuruy, beti sarara, Ayşe kun-kunden söne edi. Bir kun öğle halinde Esma evden çıkıp ketdi. Akşamüstü Bekir ahırını temizleyatqanda qaytып keldi. Bekir'nin yanından indemeyip geçti. Bekir dargın somurdandı. Kara şalına sarılıp gece kuşu gibi kim bilsin qaydalarda kezip yürüyesin. Evde ateş yok. Kursağım davul çala. Daha qaydalarga barıp keldin. Esma toxtadı, kocasına aylanıp bile bakmadı. Kırık bir seslen Seyidalilerde edim dep cevap verdi. Avcı avına, yolcu yoluna yaraşır. Bin kere ayttım sana, barma dep. Ey xarı, başına tak etip bir yumruk ursam da akıl kirmeyecek kafana. Ayşe kız bizni bilmek istemey canım, tanımak istemey. Bir kuş öz yuvasını begenir. Madamki bizni begenmey bırak. Men barıp ayttım dinlemedi. Sen barıp ayttın dinlemedi. Seydali ayttı dinlemedi. Daha ne barasın anda? Peygamberi bırak bu işini. Esma'nın egilgen başı biraz daha aşağı sarktı. Артını kocasına çevirip sofa o günde eykel gibi duraydı. Bekir ahırga kirmezden evvel bir an toxtaldı. Karısına baktı, onun yüreğindeki, betindeki istirapını anlamağa tırıştı. Ayanasını, insan akıllı laf etmek istedim ama çolpacasına çıktı ağzımdan. Karını incittim galiba dep düşündü. Elindeki kürekini ahırının açık kapısından içeriye fırlattı. Doğru karısının yanına bardı. Esma'nın karşısına gelip durdu. Yavaştan soradı. Seydalilerge bardım dedin mi? Ayşe nasıl? Esma cevap vermedi. Ağlamay, yanıgını içinde tutmağa hocasına göstermemege tırışa. Başı hala daha eğik. Elini köterdi, omuzlarından sarkkan kara şalının yavaş yavaş ucunu tuttu. Topladı, aylanıp, yavaş yavaş hocasının betine baktı. Balaban gözlerinin köşelerinde 2 tamçı yaş var idi. Bir şey aytmak istedi, aytıp olamadı. Tarlada çalışkan köylü parmakları renkindeki kuru çatlak dudakları garip kaltıradı. Ah süt emizgen bir ana degilim mi men nasıl yanmayım, nasıl? Kızımını gördüm bugün. Kızılçık dalı gibi ipince. Ivan yok evge kel dedim. Yalan aytma ana dedi. Bilem Ivan evde. Anam babam ikiniz de beni aldatmak isteysiniz. Ne bileyim. Belki babam beni Ivan'a vermek isteydir dedi. Bekir haltıradı, sallandı, yıkılacak gibi oldu. Sofanın tahtalarını tutup kaldı. Ozunu çarçabuk elge aldı ayanasını. Degirmen atı gibi dolanıp yürüyem evde. Kabahat mende, men ketmek gerek edim. Esma ağlamsırap devam etti. Şay degende. Vallahi billahi sanki dersin kemiklerim üstünden araba geçti. Evini zornen taptım dedi ve kokregini yumrukladı. Buramda bir şey var Bekir. Başım ağıra, vallahi men öleceğim. Ya öleceğim ya da delireceğim. Darılma, bak, sana aytam. Çokka dayanıp olamayacağım. Öleceğim. Esma sofaga taraf adımladı. Basamaklarga yüzü koyun yıkıldı. Kara şalı omuzlarından taydı. Yerge düştü. Bütün vücudunun kaltırap ağlamağa başladı.